Hi guys, long time no see. As you know, I am Anara Karat from Easy Agılşın, and today in this episode we are gonna learn plenty of ways to say goodbye in English. So, let's get started. Сәлем, мен есімім Анара Карат, бұл Easy Agılşın. Бүгін біз ағылшын тілінде сау бол деп айтудың көптеген түрлерін қарастырамыз. Қане, бастайық. Айтпақшы, жақын уақытта ағылшынның 12 шағына марафон өткізбекшімін. Сол марафон туралы толығырақ білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Көп адам ағылшын тілін оқымаса да білетін барлығымыздың сау бол деген сөзіміз ағылшынша классика, goodbye. Қысқартып айтқанда goodbye деп естіледі. Goodbye. Немесе сіз оны одан бетер қысқартып bye деп айтасыз. Bye. Немесе жай ғана bye. Goodbye, bye. Біздің классика, әрқашан қолданатын және ағылшын тілін білмейтін адам да бұл сөздердің аудармаларын біледі. Немесе енді басқа жолдарын қарастырып көрейік. See you. Немесе see you later. See you көріскенше, see you later кешірек көріскенше. Екеуін де бірдей қолдана бересіз. See you later. See you. Келесі, see you tomorrow. Ертең кездескенше. Ертеңге дейін немесе, see you tomorrow. Оның орнына кез келген сөз қоюға болады. See you tomorrow, see you Saturday. See you Saturday, сенбіде кездескенше. Бұл күнделікті өмірде қолданасыз, see you Saturday деп. Ал егер бір хатта жазып отырсаңыз, немесе бір өзіңізден үлкен сыпайы сөйлесу керек болса, онда see you on Saturday деп айту керексіз. See you Saturday күнделікті қолданылады. See you on Saturday сыпайы түрі, кішкене ауызекі сөйлеу емес түрі, солай болады. Немесе see you at the party. See you at the party ол сауық кешінде кездескенше. Кез келген жерде айтып, кездескенше see you бір нәрсе айта бересіздер. See you at the party. See you at the party. Ал енді көбінесе банкте кез келген бір сізге қызмет көрсететін жерде еститін сөзіңіз have a good day. Күніңіз жақсы өтсін. Have a good day. Have a nice day. Дәл солай. Have a nice day, have a good day. Екеуі синоним бір-біріне. Бірдей екеуі тең. Have a good day, have a nice day. Have a nice day. Ал енді осының күнделікті өмірде қолданатын түрі have a good one. Have a good one. One деген сөз, осы жерден бұл грамматикаға да жатса болады, қазір айтатын нәрсем. One деген кез келген зат есімнің орнына қолданылады. Осы кезекте қазір day деген сөздің орнына біз one деп өзгертеміз. Have a good one. Яғни тағы да күнің жақсы өтсін деген мағынада. Have a good one. Ал келесі catch you later. Catch you later күнделікті өмірде қолданатын достарыңыздың арасында сөйлескенде айтсақ болады. Catch деген негізі ұстап алу, тосып алу деген мағынада. Catch you later кешірек кездесеміз деген мағынаға келеді. Catch you later. Немесе күнделікті өмірде айтқан кезде you дегенді я деп естисіздер. Catch you later. Catch you later. Тағы я емес, я да естілмей қалады даже. Catch you later. Catch you later. Немесе тағы нәрсе айтуды ұмытып кеттім. See you дегенде де дәл солай. See you later. See you tomorrow. Я деп естіп кетесіздер. Ал мына жерден тіпті я дегенде естіліп жатқан жоқ. You-дің орнына сөйтіп қысқартып сөйлесіз. Catch you later. Ал егер сіз өзіңіз жасөспірім болсаңыз, өздеріңізді бір крутой сезінгіңіз келіп, уақытым жоқ екенін көрсеткіңіз келетін болса, жай ғана later деп айтасыздар. Кетіп баратасыздар да? Later. Кешірек. Ол catch you later, see you later дегеннің қысқаша түрі жай ғана later. Just like to be super cool. Okay, good. Later. So, next. Enjoy the rest of your day. Бұл деген сыпайының сыпайы түрі. Бұлын айтқан кезде сіз күніңіздің қалған уақытын жақсы өткізіңіз.
Ал келесін қарап көрейік. Бұл мен кетуім керек, асығып тұрмын дегенде айтатын нәрселеріміз. I gotta go. I gotta go. I gotta go. Кету керекпін. Немесе сіз болса асығып тұрған кезде мен жүгіруім керек, уақытым болмай жатыр деп айтатын кезде жүгіруім керек деп айтасыз, бірақ кейде жүгірмеуіңіз де мүмкін ғой, жай ғана қатты асығып тұрғаныңызды көрсету керек, иә? Сондай жағдайда I gotta run. I gotta run. Немесе ұшуым керек деп айтасыздар ғой, ой, мен асығып тұрмын, ұшуым керек. I got a jet. Like a superhero. I got a jet. Негізі gotta деген сөз have to дегеннің қысқаша ауызекі сөйлеуде қолданатын түрі. I have to go. Күнделікті өмірде сіз тек қана естисіз I gotta go. Have to go деп те айтатындар бар, бірақ көбінесе I gotta go дегенді естисіз. Және де абай болыңыздар, I gotta go деген тағы бір түрі, ол әжетханаға барғым келіп тұр деген мағынаны білдіреді. Мысалы тұрасыздар. I gotta go. I gotta go. Келесі. Till we meet again. Келесі кездескенше. Till деген, until деген сөздің қысқаша түрі. Күнделікті өмірде till деп қолдана бересіз. Till we meet again. Келесі кездескенше. Till next time. Келесі уақытқа дейін. Яғни келесі уақытта кездесеміз ғой, соған дейін деген сияқты. Till next time. Till we meet again. Till next time. Әсіресе till next time өте сондай көп қолданылатын фразалардың бірі болып саналады. Till next time. Келесі енді шынымен де тағы да бір супер cool адамдар, өзін бір күшті, крутой сезінгісі, көрсеткісі келген адамдар қолданатын. Peace. Peace. Немесе peace out. Peace. Peace out. Солай қолданасыз. Бұл енді сізге керек қой, білмеймін, бірақ енді естіп қалсаңыз біліп жүріңіз. Бұл дегенде сау бол деген мағынаның бір түрі. Peace out. Peace up. Peace up. Келесі. Be good. Be good бұл ата-аналар балаларына көп қолданылады, яғни бұзық болма. Мысалы, bye, be good. Сау бол, бұзық болма деп айтатын кезде қолданасыздар. Be good. Жақсы бол, бұзық болма. Keep in touch. Stay in touch. Don't lose touch. Stay connected. Барлығы бір мағынаны білдіреді. Яғни, жоқ болып кетпе. Сөйлесіп тұр, маған жазып тұр, хабарласып тұр деген мағынада қолданыласыз. Тағы да keep in touch. Оқылуы touch. Keep in touch. Stay in touch. Don't lose touch. Stay connected. Барлығы да бір мағына. Ағылшын тілінің 12 шағына арналған марафон ұйымдастырмақшымын. Марафон 12 күннен тұрады. Әр күн сайын сізге бір тақырып, яғни бір видео жіберіліп тұрады. Видеоны дәл осындай форматта тақта арқылы түсіндіремін. Артынша сізге сол тақырыпқа байланысты тапсырмалар беріледі. Тапсырманы өзіңіз орындайсыз. Келесі күні жаңа видео жіберген кезде сол тапсырмалардың жауабын беремін. Өз-өзіңізді тексере аласыз. Және де тағы да басқа сұрақтарыңыз болса, маған Instagram парақшама, адрес бойынша, немесе WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Менің есімім Анара Қайрат, бұл Easy ағылшын. Сау!